Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видеорецептеріме алып пікір жаза отырыңыздар және каналға да тіркеліп қойыңыздар. Бүгін үй жағдайында разрыхлитель, яғни қопсытқыш дайындайтын боламын. Бізге қажет жүгері крахмалы, ас содасы және лимон қышқылы қажет болады. Қопсытқышты дайындау үшін 5 ас қасық ас содасын қосамыз, одан кейін 3 ас қасық лимон қышқылы және 12 ас қасық жүгері крахмалын қосып, барлығын әбден араластырамыз. Дүкеннен қайта барып алғаннан көрі осылай үй жағдайында жасап қойсақ, өзімізге де ыңғайлы және үнемді болады. Міне осылай әбден араластырып аламыз. Міне осымен дайын. Осыдан енді менде 194 грамм қопсытқыш дайын болды. Енді осыны ыңғайлы бір шағын ыдысқа немесе пакетке салып, қажет кезінде пайдалана берсек болады. Міне осымен қопсытқышымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеле отырыңыздар.